Сәлем башланса, кезекті сабаққа қош келдіңіздер. Бұл сабақта мен сізге дамып жатқан нейронный сеть арқылы қалай күшті видеоларды жасауға болатынын көрсетемін. Қазіргі таңда Instagram Reels'ларды қарап отырсаңыздар, және де TikTok'ты қарап ашып отырсаңыздар, өте қызықты видеолар қаптап жатыр, иә. Маленький человечектер немесе ASMR видеолар бір өтірік затты кесіп атқан. Осындай қызықты видеоларда қалай жасауға болатынын бұл сабақта мен сіздерге көрсететін боламын. Достар, ең әуелі сіздер штативтарыңызды стөлге жақындатып түсіріп қажет. Видеоны вертикалды немесе горизонталды видео болуына өздеріңіздің фантазияларыңызбен жасайсыздар. Осылай қойғанбыз. Сізге жасайын деп жатқан мысалғы видеоға мен духиді қолданатын боламын. Және де осы қойып тұрған моментте біз тек қана фотоға түсірсек қана жетеді. Фотоға түсіріп біткеннен кейін біз ол фотоны ChatGPT-ға жібереміз. ChatGPT-да өзіңіздің идеяңызды ұсынасыз. ChatGPT-ді ашамыз. Мына жерде создать изображение бассаңызда жаңа түсірген фотоны қоямыз. Сол түсірген фотоның астына идеяны жазамыз. Идеямыз дайын. Енді қазір 2-3 минуттың ішінде бізге дайын бір фотоны, картинканы шығарып береді. Ол картинканы біз аламыз, видео жасайтын сайтқа жібереміз. Басқа идеяны жасаймыз. Оживить деген сөзді жазамыз. Небәрі бір кем дегенде 5-6 минут күтеміз. 5-6 минуттан кейін осы видеоңыз дайын болады. Міне енді видеоңыз дайын. Ол видеоны біз монтаж жасайтын программаға саламыз. Үстіне интро шум звуктарды қосамыз. Мысалы, айна сүрткен және де оттың дауысын саламыз. Дыбыстың бәрін ағылшын тілде іздейміз.